Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Бүгін сіздермен Бегім Талапқызы. Бүгін кофе ішіп сіздермен әңгімелесетін боламын. Отбасыдағы әкенің рөлі. Отбасыдағы әкенің рөлі өте мықты, сіздерге айтатын болсам. Яғни әкемен өскен балалардың және әкесіз өскен балалардың айырмашылығы өте көп. Егер мені ер адамдар тыңдап отырса, егер сіздер ажырассаңыздар да, отбасыдан кетсеңіздер де, өз балаларыңызға көңіл бөліңіздер. Әке қандай болу керек екенін көрсетіңіздер. Себебі әке ол үлкен бір ағаш секілді, тамыры терең ағаш секілді. Себебі неге деген сұрақ келеді, әке нені үйретеді. Сонымен қатар мен аналарға берер ақылым, егер сіздер кейбір жағдайлармен егер ажырасуға тура келген болса, әкесімен араласуға рұқсат беріңіздер, араласын. Себебі неге? Мысалы, ұл бала болсын, қыз бала болсын, ер адамның кім екенін әкесіне қарап біледі. Көбінесе ұл балалар ол әкесіне қарап, яғни ер адам деген өзін қалай ұстау керек, қалай сөйлесу керек, әйелімен қалай сөйлеседі көреді, яғни жолдастарымен қалай сөйлесіп жатыр, соны көреді. Яғни ер адам өзін қоғамда қалай ұстау керек, қалай сөйлеу керек, қандай мәселелерді шешу керек, соған қарап өзін дамыта бастайды, әкесіне қарап. Әке деген бір үлкен ол үшін алдында тұрған тұлға секілді. Яғни көбінесе ұл балдар өзінің әкесін өзі ретінде қабылдай бастайды. Сондықтан ұл баланың алдында ешқашан әкесін жамандамау керек. Қыз баланың алдында да әкесін әрқашан мақтап, жоғары көтеріп, отыру керек. Егер сіз әкесі туралы жаман сөз айтатын болсаңыз, ол өзін солай қабылдайды. Яғни бала, мысалы, сіз әкесі туралы айтып жатсаңыз да, бала ол өзін қабылдайды. Себебі ол өзінің әкесінің бір бөлігі ретінде қабылдайды. Сондықтан отбасыда әкенің рөлі өте мықты. Мысалы, қыздарға мысалы қалай? Қыз бала көбінесе әкесі жоқ, әкесіз өскен қыздар ер адамның не үшін керек екенін түсінбейді. Неге ер адам келіп жатыр, мысалы, диванда, не үшін керек, ер адаммен қалай сөйлесу керек, ер адаммен қалай сөйлесу керек, ер адамның көңілін қалай көтеру керек, қалай көңілін аулау керек, оның бәрін әкесіне қарап біледі. Мысалы, әкесінің жүзіне қарап, әкесі бүгін көңілсіз, әкемен қалай сөйлесу керек, мысалы, әкенің келісімін алу үшін қалай сөйлесу керек, соның бәрін ол өзінің әкесімен сөйлесу арқылы, әкесімен, яғни күнделікті өмірде әкесін көріп, әкесімен сөйлесу қарым-қатынасына түсу арқылы ол болашақта өзін қыз ретінде, әйел ретінде, болашақ ана ретінде дамытады. Оның бәрі, яғни ер адамның психологиясын түсінуге көмектеседі. Бұл ер адам ол бізде қамқоршы, біздің тірегіміз, осындай болу керек. Сондықтан көбінесе әкесіз өскен қыздар мен ұлдарға өте қиын. Олар өсе келе, яғни 18-19 20-ға келеде ол түсінбейді. Ер адаммен қалай сөйлесу керек, ер адам деген не, ол не үшін отбасыда керек. Көбінесе, мысалы, ажырасып жататын жайттар осыдан да болады. Себебі көбінесе қыздар түсінбейді, қалай сөйлесу керек. Сонымен көптеген ұрыстар басталуы мүмкін. Сондықтан осындай жағдайлар болады. Сонымен қорыта келе айтқанда, егер отбасыда ер адам жоқ болса, біз оны отбасының рөлін бере алатын, мысалы, әртүрлі спортивный секцияларға беруіміз мүмкін. Ұл бала болса, боксқа, каратеға, яғни мықты тренерға берсек, ол ер адамның үлгісін сол жерден алады. Және үйде ер адам
әйелмен қалай сөйлесу керек, қалай сөйлесу керек, қалай ұстау керек, соның бәрін ер адам береді. Яғни оны жай сөзбен айтып қана қоймай, біз егер ұлға айтсақ, сен осылай істеу керексің, сен осылай істеу керексің десең, ұл бала оны түсінбейді, қыз бала да оны түсінбейді. Отбасыда ер адам болу арқылы ол осы өмірді өзінің әкесінің призмасынан қоғамдағы, яғни ер адамның рөлін солай қабылдайды. Сондықтан мен осылай ойлаймын. Яғни қорыта келе, егер сұрақтарыңыз болса, комментарий жазып өтіріңіздер. Сіз қалай ойлайсыз? Дұрыс па, бұл дұрыс емес па? Сосын комментарий жазатын кісілерге айтып өтетінім, менің де әкем жоқ. Сондықтан бұл маған өте таныс. Мен ер адаммен қалай сөйлесу керек деген тақырыптарды, яғни осы ойларды, осы қорытыла келе қалай не істедім, көбінесе мен оны білген жоқпын. Мен өсе келе, 21-ден аса келе, көбінесе бір әдеби киноларды, әдеби кітаптарды оқу арқылы және басқа адамдарды, басқа отбасыдағы адамдарды көру арқылы өзінің жолдасымен қалай сөйлеседі, сол арқылы мен осылай информация алдым. Және көптеген әдеби кітаптардан да көптеген информациялар алу мүмкін. Сондықтан қорыта келе, ешқандай әйел немесе ер адамды былай кемсіткім жоқ. Ер адам да маңызды отбасыда, әйел адам да маңызды. Ер адам ол бізде тірек, ешқашан ұмытпайық, біздің ол үлкен тірегіміз, тамыры терең ағашымыз, беделді ағашымыз. Ер адамды мақтап, қолдап отырсаңыз, ол сіз үшін бәрін жасайды. Сондықтан бақытты болыңыздар. Сіздерге денсаулық тілеймін. Сау болыңыздар.